STEM үлкен жаңалық. Мысалы біз осы мектепке келіп қазір ең керемет технологияларды көріп жатырмыз ғой. Бірақ қарапайым ауыл балалары үшін бұл технологияларға қарағанда, бұл кереметтей жасандылық технологияларына қарағанда біз табиғи қолдағы бар дүниемізбен балаларға білім мен дағдыны беріп жатырмыз. Бірақ осы курстың арқасында біз көп дүниені үйрендік. Осы жаңалықтарды сіздермен бөлісуге рұқсат етіңіздер. Енді мен тақырыпты STEM технологиясы және оқыту үдерісінде қолданудың жолдары деп тақырып алдық. Бірақ біз негізі курс барысында тақырыбымыз біздің STEM технологиясы және робототехника деп аталған болатын. Бұндағы мақсатымыз, яғни әлемдік экономикада STEM сауаттылық пен бәсекеге қабілеттіліктің дамуына ықпал ететін мектеп, қоғам, орта, жұмыс, бүкіл әлем болып бір-бірімізбен байланыс ортақлы болып табылады. Енді мына кереметтей бірінші суретке өтіп сіздерге ең ашылу ретінде. Бұл суреттің жағалауын мұқият экранға қарасаңыздар, 3 суреттен бірге жанында бұл таксономиясының 6 негізгі ерекшеліктері көрсетілген ашылу ретінде бір-біріңізді ойларыңызға келсеңіздер. Бірінші суретте не байқадыңыздар? Бірінші суреттен, екінші суреттен, үшінші суреттен. Неге бұл суреттерді мына бұлтының негізгі элементтерімен байланыстырғандар? Қалай ойлайсыздар? Дұрыс айтасыздар. Бірінші суретте, бірінші суретте айтасыздар? Міне бірінші иә, әріптес? Бірінші сурет білу деңгейіндегі. Білу түсіну деңгейіндегі.